бәленше ойыншы жеңет немесе бәленше команда жеңет деп ақшаңызды тігесіз. Болмаса жаңағы мына ойынды осылай дұрыс ойнасаң осынша ақша деген сияқты нәрселер бар. Әсіресе осы әскери саласында сарбаздардың арасында осындай нәрселер жиі байқалады. Мүмкін сіздердің араларыңызда жоқ шығар, бірақ бұл жақсылыққа алып баратын дүние емес. Ешкім тегін ірімшік тек қана неде болады дейді? Қақпанда ғана болады. Сондықтан да тегін дүние болмайды. Еңбек қыласыз, жұмыс жасайсыз, айлық аласыз, қызмет жасайсыз, сөйтіп бала шағаңызды асырайсыз. Ал тегін бір жерден бәленбай миллион ұтып алам деген сияқты дүние ешқашан болмайды. Егер олар сізге тегін ақша ұтқызатын болса, онда ол ойынды жасамаған болар еді. Бір жақсы сөз бар екен, кеше естідім мен. Егер сен дейді казинодан жеңгің келсе, дейді, казинодан ұтып алғың келсе, сен өзің казино сатып ал деген. Әйтпесе жеңе алмайсың деген сөз. Егер сіз букмекерлік кеңседен жеңгіңіз келсе, сіз өзіңіз букмекерлік кеңсе ашасыз. Басқаша жеңе алмайсыз. Өйткені ол бірінші сізге 100 теңге береді, бірақ 1000 теңгеңізді алып қояды. Екінші 1000 теңге береді, 100 000 теңгеңізді алып қояды. Тіпті 10 000 теңге беруі мүмкін, миллион теңгеге не істейсіз? Ұтыласыз. Бұл пайда ма сізге, зиян ба? Бұл зиян, бір жақ стресс, бір жақ депрессия, тіпті өз-өзін жаңағындай өлімге қиятын жағдайлар да бар кейбір жастардың арасында. Өйткені бәленбай 600 000, 2 миллион дейді қарызға кіріп кетіп, жаңа өзіне қол салады. Басқа жол жоқ. Қарыздарынан, туыстарынан қарыз алған, банктен кредит алған, анан алған, мынан алған, отбасына беретін ештеңе жоқ, бала шағасын асырайтын түгі жоқ. Не істейді енді? Өзінің өмірде ешқандай жолы болмаған адам ретінде қарап, кейде сондай тығырыққа тіреліп жатады. Сондықтан да осы бағыттағы ойындардан, осы бағыттағы көзқарастардан аулақ болу керек. Ол үшін ер азаматтың өзіне деген сенім мығым болу керек. Абай айтады ғой жаңағы, өзіңе сен өзіңді алып шығады, еңбегің мен ақылың екі жақтар. Ақылды болу керек және еңбек ету керек. Басқа жолмен дайын ақша, айдалада бұл не деген батпан құйрық, айдаладан жатқан құйрық деген, ондай дайын дүние болмайды. Сондықтан да өздеріңіз егер сондай ойын болатын болса, қазірден бастап бас тартыңыздар. Бұл жақсылыққа алып бармайды. Бұл қызыға бересіз. Мүмкін осы жол болатын шығар, мүмкін осы жол болатын. Ешқашан болмайды жолыңыз. Яғни ондай жол болатын болса, ендігі адамдар, соны ойнаған адамдар миллионер болып кетеді. Демек бұл нәрсе болмайды. Ондай нәрселерден аулақ болыңыздар. Бір тиын болса да, 100 теңге болса да салмаңыздар. Лотереяға, букмекерлік кеңсеге, тіпті мына телефон ойындарына. Өйткені бұның барлығы бізді игромания, яғни ойынға тәуелді қылудың бір жолы. Мысалы, шылым шегесіз. Сіздердің көпілеріңіз шылым шекпейсіздер, бірақ армияға келгенде үйренесіздер. Сосын үйге барғаннан кейін шылым шекпесеңіз басыңыз ауырады. Сіз өмір шылым шеккен жоқсыз, мектепте шылым шеккен жоқсыз, туған кезде шылым шекіп туған жоқсыз. Сол сияқты. Не болмаса біреулер ішімдік ішіп үйренеді, кейін өмір бойы ішімдік ішіп, кейін содан құтыла алмай қалып жатады. Сондықтан да адам баласы дүниеге келген кезде таптаза қалай дүниеге келетін болса, ары қарай өзін солай ұстай алады. Яғни таптаза өмір сүре алады, таптаза өзін тәрбиелей алады, таптаза өзін денсаулығын сақтай алады. Өйткені денсаулықтың өзі бізге Құдайдың тарапынан берілген не? Аманат. Оған қиянат жасауға болмайды. Сондықтан да құрметті сарбаздар, осы бағытта өздеріңізден біз үміттенеміз, өздеріңіздің жаңағы күш-жігерлеріңізге сенеміз.